Кеш, құрметті халқым менің. Кешеге келсем, жұмыстан Инстаграм қарап жатсам, Қазақстан челленджға қатысып жатыр. Көбі. Байлар да болса, блогерлар болса, қарапайым адамдар сияқты, біз сияқты бәрі қатысып жатыр екен. Енді менде де ойландым, ел не дейді, жұрт не дейді деп, өзім де қорықтым енді рас айтсам. Сол мен де қатысайын деген, қолдап кетіңіздер мені де. Репост жасаңыздар, жақсы комментарий жазыңыздар. Енді әр халқым 500 теңге болса, 5 даже мен санадым, 5.000 адам маған 1000 теңгені жіберсе 5 миллион болады. Маған қазір 5 миллион кредитім бар. Соны жабуға көмектесіңіздер. Осы челленджді мен бастаймын. Аллаға мың шүкір деймін осындай челлендж бастағаныма. Мүмкін осы айтады ғой, ой, Құдай беріп тұрған шығар деп. Сосын мен де қатысып көрейінші деп. Менде көп оқырмандарым бар, қазақ халқым бар. Біздің қазақ халқы бай ғой. 500 теңге 1000 теңге болса да, ол айтады мың есе келеді дейді ғой. Құдайға шүкір, бізде бәрі бар ғой, денсаулықта бар, жұмыста бар. Бірақ челленджге қатысып жүрген адамға қарасам, мен де қатысқым келіп кетті. Саған да жаздым, неге қатыспайсың деп. Сосын ойланып отырдым да, мен де қатысып көрейінші, мүмкін мен де осы 5000 жиналса, әрине, сол жерде бәрін көрсетемін. Бірге кредит жабамыз. Давайте репост жасаңыздар. Оның өзі де бір күш қой. Бірақ енді 5 адам маған керек. Жаңа бұл бизнесмендер, әрине, сіздерге жолдаймын. 1 миллионнан жіберсеңіздер, артық ақшаларыңыз болса, әрине, сонда менде 5 адам жабады кредитімді. Бірақ менің халқым бізде бай ғой, мен көмектесемін, мен ешкімнен сұрап жатқан жоқпын. Каждый өзінің еркін қолдауы. Так что қолдап кетіңіздер, сіздерді күтемін. Маған сәттілік тілеймін.